Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге ешқандай бір InShot или там Pixar, Pinterest, тағы не болуы мүмкін, VS Code, немесе бір Snapseed деп банальный, барлығымыз білетін, бүкіл әлем білетін приложенияларды айтпаймын. Көбіміз білмейтін приложениялармен бөлісетін боламын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және бүгінгі видео өте пайдалы видео деп айта аламын. Әсіресе именно бастауыш блогерлерге тіптім керемет пайдалы видео, себебі бүгінгі видеода мен сіздерге көп блогерлер айта бермейтін, тіпті кішігірім жаңағы жасыратын бір құпиялармен бөлісіп, жалпы олар қолданатын, жаңағы олар әйтеуір күшті бір стористер салып жатады, күшті видеолар, күшті суреттер салып жатады, және де оны қалай жасайтын, қандай приложениялар қолданатын бүгін мен сіздерге айтатын боламын. Және де ол үшін менімен бірге болыңыздар. Ендеше мен көп сөйлемей қояйын. Және де біз бастаймыз. Ал сіздер тамашалаңыздар. Кеттік. Мен былай отырайын. Мен түрім қалай болып тұр. Все, надеюсь, нормально будет. Ендеше достар, ең бірінші приложение текст деп аталады, яғни текст былай айтқанда. В общем, бұл приложенияны мен осы бір айдай бұрын жүктеген болатынмын, және де мені выручить етті, маған көп көмектесті. Яғни ол атайтып тұрғандай текст, ол жерде өте көптеген күшті шрифттер бар. Сол приложенияда мен жаңағы менің видеома обложка жасаймын деуге болады. Негізінде Pixar'та да істеуге болады, бірақ та Pixar'тағы шрифттер андай уже қызықсыз, бір күшті емес, оның үстіне русский шрифттер өте аз. Сол себептен осы приложение өте күштірек. Яғни бұл жерде барлық русский шрифттер өте көп, сапалы түрде. Сол себептен осы приложениені таңдадым. Және де бұл жерде өте шрифтті күшті қылдыратын көптеген функциялар да бар. Бұл жерде тіпті 3D деген нәрсе бар. Егер сіз жаңағы видеоға обложканы қайдан жасауға болады десеңіздер, онда осы приложениені міндетті түрде тартып алыңыздар. И ең бастысы барлығы бесплатно, прикиньте, нет, серьезно, барлығы бесплатно, жерде вроде платный ештеңе жоқ. Тағы да шрифтке байланысты күшті приложение, және де ол шрифты деп аталады. Негізінде өте көп, осы қанша инстаблогер бар, соның 100%-ның 90-80% осы приложенияны қолданады. Стористерінде болсын, видеоларында болсын. Жаңағы мен бірінші айтқан текст деген приложенияда тек қана суретке шрифт қоюға болады, ал мына приложенияда сіз видеоға күшті шрифттер қоюыңызға болады. Ол жерде өте көптеген шрифттер, көбісі тегін, вроде барлығы тегін тіпті, и ана жерде жай шрифт емес, именно бір күшті эффектпен берілген көптеген күшті шрифттер бар. Және де сіздерге айтайын, ол шрифттер көбіңізге таныс шығар, блогерлердің стористерінен көрген боларсыздар. Үшінші мен айтатын сіздерге приложение ол Mojo деп аталады. Яғни бұл сториске арналған приложение деп айта аламын. Не дегенмен сторис ол блогерлердің бір жаңағы жазылушыларының болуының, қарауының, қызығуының себептерінің бірі. Жаңағы ол 50% сторис болып келеді деп ойлаймын. Сол себептен сторис өте сапалы, өте әдемі жасалған, бір қызық, шынайы болуы өте маңызды. Және де оған сол себептен де өте көптеген приложениялар бар. Және де жаңағы Mojo деген приложение тоже өте күшті приложение, себебі ол жерде стористерге арналған күшті шаблондар бар, әртүрлі тақырыптарда, әртүрлі жаңағы сфераларда. Бірақ та менің ойымша ол жердегі шаблондар прям эстетичный, сондай бір винтажный болмаса да, бұл приложениеда стористерден бөлек басқа да бір дүние жасауға болады. Яғни көптеген блогерлер мысалға қазір көптеген курстар, гифтер, там тағы не болуы, конкурс деген сияқты нәрселер жасап жатыр ғой. Вот, сондай нәрселерді олар қалай жасайды десеңіздер, осы приложенияда жаңағы сурет қойып, текстті жазып, онлайн курс, осынша мың теңге, анау мынау деп жасаңыз, өзі күшті бір анимацияланып, күшті қылдырып береді. И сол арқылы мысалға бір курс сататын кезде солай осы приложенияны қолдануға болады. Тек сондай курс емес, сонымен қатар жалпы бизнесті продвигать етуге, жалпы там реклама жасалған кезде осы приложение күшті көмектеседі деп айта аламын. Сіздерге айтайын. Келесі мен айтатын приложение ол Vita деп аталады. Яғни Vita.
Бұл Vita приложениясы кішкене сноуға ұқсайды, яғни жаңағы маскалармен деген сияқты, бірақ та Vita'да сондай бір өзін ерекшелендіріп тұратын өте күшті эффекттер бар, маскалар бар, және де ол маскалар примерно осылай көрінеді. Яғни сіз видеоға жаңағы блокировка экранын қосып, сөйтіп сөйткендей болатын эффект бар, или там блюр жасап, яғни анық емес қылдырып, сондай эффект бар. Сонымен қатар осы приложенияда аниме деген сияқты нәрсе бар, яғни сіздің бетіңізді, түріңізді кәдімгідей аниме қылдырып береді. Енді егер сіздер сондай нәрселерге қызықсаңыздар, онда если что, Vita деп аталады. Мен айтатын тағы да күшті приложение, ол Magic Eraser деп аталады. Бұл приложенияда сіз жаңағы PNG суреттерді жасай аласыздар, яғни PNG деген артқы фон прозрачный болып тұрады, и солай как-то сөйтіп тұрады. Бұл приложенияда артқы фонды тез өшіріп, и аккуратно, и сапалы түрде өшіре аласыздар. Негізі Pixar'та да ондай функция бар, бірақ та ол жерде жаңағы сақталғанда прям артқы прозрачный фонмен сақталмайды. Magic Eraser деген өте, менің ойымша, тиімді приложение. Себебі сіз сол жерден жасап алынған PNG суретті осылай, мысалға, өстіп видеоға добавить етуге болады бір керек жерінде. И это как-то бір видеоны қызықты қылдырады деген сияқты әңгіме ғой. Мен всегда ойлайтынмын, осылай сияқты қалай жасайды олар деген сияқты бар ғой. Кәдімгідей суреттерді ровно бөліп, оның әрқайсысын осылай, в общем, лентада бір үлкен сурет пайда болып, оның барлығын қалай жасайды деп всегда ойлайтынмын. И оказывается, ондай бір қиын ештеңе емес екен, жай ғана осы приложенияны жүктейсіздер, яғни Grid деп аталады. Grid деген приложенияда сіздер кіресіздер, керек суретті таңдайсыздар, и неше бөлікке бөлу керектігін таңдайсыздар. 9-ға, или 6-ға, или 3-ке деген сияқты. 3-ке деп 4 көрсетіп отырмын. Өзі бөліктерге, ровно бөліктерге бүйтіп бөліп береді, и сіз оны Инстаграмға салып қоя аласыздар. Өте бір күшті, и өте күшті бір трюк деуге болады, сол себептен қолданыңыздар. Тағы да бір сториске арналған приложение. Және сіздер оны көп жерден естідіңіздер, білулеріңіз әбден мүмкін. Unfold деп аталады. Бірақ та неге мен бұны айтып жатырмын, сіздер білсеңіздер де, себебі мен осындай бір функциясы бар екен көргенде прям қуанып қалдым. Сіздерді білмеймін, бірақ та мен осы жақында кеше ғана білдім осындай функциясы бар екен. Яғни бұл жерде бір сториске бір емес екі видеоны сөйтуге болады екен. Яғни сіздер ана жерде біріншіден, егер сіз Unfold'ты білмесеңіздер, Unfold деген күшті приложенияда өте көптеген күшті шаблондар бар Инстаграмға арналған. Негізінде, бірақ та ол жерде көбісі платный, күшті, прям өте күштілер платный, бірақ та жерде әдемі бесплатныйлар да бар, сол себептен де жүктеуге болады деп ойлаймын. Жаңағы айтып отқандай, ол жерде бір шаблон бар, ана жерде бір емес екі видео қатарынан қойып қойға болады. Сол функциясын мен жақында білгендіктен бұны да айтуым керек деп ойладым. Тіпті ана жерде күшті шрифттер де бар. Ендігі мега супер күшті тағы да приложение. Негізінде бұл видеодағы барлық приложениялар мега супер пупер супер бос молокосос. Қазіргі айтатын приложение Remini деп аталады. В общем, Remini деген приложение кәдімгідей суретті күшті анық қылдырып береді. Суретті прям мега супер анық, сапалы күшті қылдырып береді. Прям жай бір өте сапасыз суретті жаңағы качественный қылдырып, кәдімгідей профессиональный камерада жасалған сияқты қылдырып, проф суреттер қылдырып береді. Қалай блогерлер сондай бір телефонда түсірсе де, қалай качественно қылдырып жасайды десеңіздер, онда олар осы приложенияны қолданады. Сонымен достар, бүгінгі видео соңына жетті, және де бүгінгі видео сіздерге ұнады деп сенемін. Егер видео ұнаса, онда міндетті түрде лүпілдетіп кетіңіздер. Егер арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Және де, кстати, мен Инстаграмға да жазылып кетіңіздер. Себебі мен Инстаграмда кәдімгідей өмірімді көрсетіп, күшті суреттер салып, күшті стористер түсіріп сөйтуге тырысам. Сол себептен де жазылып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.